Ескірмеген махаббат, ескірмеген махаббат, ескірмеген махаббат. Өмірде де, өнерде де қатар жарқырап жүрген махаббаттың символы жұлдызды жұп Ескендір Хасанғалиев пен Дарико Хасанғалиева бүгінгі хабардың кейіпкерлері. Халық артисі, әнші, композитор, қазақ ән өнерінің мэтрі Ескендір Хасанғалиев 80 жасқа толды. Ескендір Өтегенұлы Хасанғалиев 1940 жылы 13 ақпанда Батыс Қазақстан облысында туған. Лирикалық баритон 1959 жылы Құрманғазы атындағы Алматы мемлекеттік консерваториясының вокалды хорлық факультетін, Виноградов пен Шарипованың класы бойынша курсты, 1978 жылы Әл-Фараби атындағы Шымкент мәдениет институтын бітірді. Өмірін өнерге арнаған Хасанғалиевтің Атамекен, Әдемі, Асыл арман, Өмірімнің жазы, Ескірмеген махаббат әндерін білмейтін қазақ жоқ. Композитор халқымыздың ән өнеріне зор үлесін қосып келеді. Оның репертуарындағы авторлық туындылары көпшілікке оң бағасын алған. Осы уақытқа дейін қазақ, орыс, татар, неміс ақындарының өлеңдеріне көптеген ән жазды. Сонымен қатар 200-ге жуық ән, романс және хорға арналған шығармаларды ұсынды. Қазақ халқының Ескендір Хасанғалиевке деген құрмет қошеметі қашанда ерекше. Айта кетейік, Ескендір Хасанғалиев пен жұбайы Дарико Хасанғалиеваның 2 қызы мен 1 ұлы бар. Бүгінде балалары мемлекеттік қызметті абыроймен атқарып жүр. Немере мен шөбере сүйіп отырған Хасанғалиевтер әулеті көпке үлгілі. Міне, сізге өтірік бағаншын. Осы қолдың алдында тайдым. 50 жылда ешбір жұбым жазбаған, ескірмеген махаббат, ескірмеген махаббат, ескірмеген махаббат, ескірмеген махаббат, ескірмеген махаббат, ескірмеген махаббат.